Баршаңызға қайырлы күн достар. Бүгін сіздерге запеканка рецептімен бөлісетін боламын. Дәмі өте керемет. Видеоның соңына дейін қараңыздар. Мен каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Керекті ингредиенттер: картошка, фарш, жұмыртқа, сметана, пияз. Біріншіден пиязымызды жұқалап кесіп аламын. Картошкамызды да солай кесіп аламыз. Пиязды ұсақтап кесіп, фаршқа қосамын. Фаршымызға тұз, бұрышымызды қосып, қолымызбен жақсылап араластырып аламыз. Фаршымыз дайын болды. Картошкамызге тұз, бұрыш, паприкамызды қосып, қолымызбен жақсылап араластырып аламын. Пиязымызға да тұз, бұрышымызды сеуіп, оны да жақсылап араластырып аламыз қолымызбен. Пиязды картошкаға салып, екеуін бірге жақсылап араластырамын. Дайын болған картошкамызды противенге. Біріншіден противенімізге картошка мен пиязымызды жаямыз, оның үстіне фаршымызды жаямыз, оның үстіне картошкамызды жайып, противеніміздің бетін фольгамен жауамыз да 1 сағатқа қоямыз духовкаге. Дайын болған запеканканың үстіне сиырды себеміз, қайтадан 5 минутқа духовкаге пісіріп аламын. Духовкадан алып, запеканка дайын, ас болсын.